Өкпеге қарайтын болсақ, ең нәзік ағзалардың бірі біздің ағзамызда. Соған қарайтын болсақ, өкпе жаңағы шарик сияқты. Бала кездеріңізде шарик алған кезде соны жарып алмайын деп бүйтіп ұстап жүретін едік қой. Жаңағы острый предмет тиіп кетпесін, жаңағы тесіліп қалмасын, жарылып кетпесін деп. Сол сияқты. Қазіргі кезде ойырсы көбейіп жатыр ғой. Ойлаңыз, сіздің кеуде қуысыңыздың ішінде сонда екі шарик тұр. Сіз апшу деп түшкірген кезде мына шариктер жарылып кетуі мүмкін. Оны пневмоторакс дейді. Өкпе тесіліп қалған кезде жатып қалады да, ішіне ауа кіріп, кеудеңіз қысылып, тыныс тоқтап қалуы мүмкін. Көп жағдайда адамдар ауруханаға түсіп жатады, немесе реанимацияға түсіп жатады, жансақтау бөліміне, немесе тіпті өліп те кетуі мүмкін. Сол себептен түшкіретін болсаңыз, жай ғана апшу деп қойып, қатты дауыстамай, көрсетпей түшкірсеңіз болады. Кейбір адамдар ол жаңағы аузын жауып деп түшкіреді. Сол кезде іштегі қысым жоғарылып, өкпе тесілуі сол кезде жоғарылап кетеді. Түшкіргіңіз келсе, қатты бақырмаңыз, немесе аузын жаппаңыз. Қалай келді, солай шығарыңыз. Сол кезде мына өкпедегі екі шарик жарылмайды, денсаулығыңызға зиян келмейді. Өйткені жақында шөп шығады, гүлдер шығады, шаң тозаң болған кезде түшкіру көбейеді. Өкпеңіз сақтаңыз, пневмоторакс болмас үшін. Ал егерде болса, келіңіз, реттейміз.